Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте тез дайындалатын муссовое пирожное дайындайтын боламыз. Кеттік. Алдымен желатинімізді дайындап аламыз. Желатинімізға үстіне салқын суымызды құйып дайындап қоямыз. Желатиніміз ісіп дайын болғаннан кейін микроволновкаға салып ерітіп, ыстық сүттің үстіне құйып, екеуін жақсылап араластырып біріктіреміз. Осы массамыздың үстіне шоколадымызды саламыз. Менде ақ шоколад Калибауттың. Сіздер талғамдарыңыз бойынша кез келген шоколадты қолдансаңыздар болады. Егер шоколад ерімей қалатын жағдай болатын болса, микроволновкаға салып, кішкене қыздырып, ертіп алуға болады. Дайын болған массамыздың үстіне творожный сырымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде түйіршік болмау керек, ешқандай комочектар болмау керек. Осы массамыздың үстіне до мягких пиков взбивать етілген сливкиді, яғни ертілген мороженый тәріздес болу керек. Қатты взбивать етпейміз. Дайын болған массамызды осындай силиконды формаға құямыз. Осы бетте 5 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Сіздер қалағандарыңыз бойынша кез келген форма қолдансаңыздар болады. Тіпті осындай эскимо жасауға да болады осы рецептпен. Міне біздің пирожныйларымыз дайын болды. Оларды формадан босатып, үстіне глазурімізді құятын боламыз. Глазурь жасау үшін шоколадымызбен сұйық майды біріктіріп, үстіне кез келген жаңғақтарды қоссаңыздар болады. Міне бізде осындай пирожныйлар шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.